Шалғай ауылдардағы мал дәрігерлерде ғаламтормен қамтамасыз етілу керек. Бүгін ауыл шаруашылығы министрлігінде өткен алқа мәжілісінде премьер-министр Серік Ахметов осылай деді. 4 түлікті тіркейтін портал бұрыннан бар, бірақ іске өткен жылдың аяғында қосылды. Қазір еліміз бойынша малды тіркеу жүйесі жұмыс істейді. Малдың нөмірін теріп, порталдан ол туралы ақпарат толық алуға болады. Дей тұрғанмен алыстағы ағайынның ғаламторға қолы әлі жетпей отыр. Сондықтан ауқымды жұмыс аяқсыз қалмауын Серік Ахметов мықтап тапсырды. Сондай-ақ премьер-министр Қазақстан 2050 стратегиясында көрсетілген ауыл шаруашылық саласына қатысты айтылған тапсырмалар бойынша да жұмысты жалғастыра түсуді жүктеді. Мемлекет басшысы Қазақстан 2050 стратегиясында агроөнеркәсіп кешенін дамытуға ерекше маңыз берді. Жалпы алғанда өткен жылы біз ауыл шаруашылығының барлық саласында жақсы нәтижелерге жеттік. 19 миллион тонна астық жиналды, мал шаруашылығы өнімдері артты. 2012 жылмен салыстырғанда азық-түлік өндірісі де ұлғайды. Елбасы ауыл шаруашылығы саласын инновациялық бағытқа ауыстырылды. Оның ішінде шағын және орта бизнес түріндегі жаңа кәсіпорындар ашуды тапсырған болатын. Бұл жұмыстарды іске асыру бағытында министрлік алдында үлкен міндеттер тұр.